Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Болашақ корпоративтік қоры. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Disney ұсынады. Біздің бұл жылғы қазақ тіліне аударған фильміміз Walt Disney компаниясының тағы бір кезекті керемет туындысы Дамбо. Диснейдің енді әрбір киносын алып қарасақ, бәрі де тамаша фильмдер. Ең бір айта кететін мәселе бұл шетелдің туындысы қазақ елінде қазақша сөйлейді. Осы мені қатты қуантады. Мынаған қара. Кішкентай болса да бір отбасымыз. Сондықтан біздің мақсатымыз көбірек қазақ көрермендерін осы әлемдік үздік кинолардың қазақ тілінде сөйлегеніне біздің көрерменді тарту. Құлағымыз үйрену керек, санамыз бұрылу керек. Бұл фильмді бізде дыбыстауға 30-дан астам актерлар жұмылдырылды. Бізде кастинг 2 қалада өтті. Астанада және Алматыда. Бізде дубляж барысында ең қиында қызықты рөлдерді сомдаған осы Ержан аға мен Бақытжан ағаның кейіпкерлері болды. Медичи және Вендевер. Менің жасаған рөлім әлемге әйгілі Дэнни Девитаның рөлі. Өте көп күш жұмсауға тура келді. Тіпті даусым отырып қалған кездер болды. Бір орында тыным таппай жүретін, барлық жүрген жерінің бәрі айқай-шу, не болмаса қатты қуаныш. Және дубляждың ерекшелігі бұл, ол кейіпкерлерді қазақшаға дәл солай нақышымен келтірудің өзі өте оңай жұмыс емес. Қиын болды, бірақ бар күшімізді салып шығаруға тырыстық. Негізі оның бағасын көрермен айта жатыр. Фильмде басты рөлді сомдаған Холт рөліне Рүстем Жанаманов өтті. Бұл жігіттің өмір жолы драмаға толы, қиындыққа толы деп айтсам да болады. Кино басталған сәттен бастап ол байқалады. Бірақ соған қарамастан ары қарай өмір сүреді. Мен де барынша сол кейіпкерді дыбыстауға тырыстым. Сол кейіпкерге ұқсап деген сияқты. Өйткені режиссер соны талап етеді. Сондықтан да бар күшімді салдым. Енді оған бағасын беретін әрине көрермен. Және бір қызықты ақпарат бұл фильмге әйгілі бокс жүргізушісі Майкл Баффердің өзі түскен. Ол кісі дыбыстаған кезде де сол кісінің өзінің стилін қалдыруға тырыстық барынша. Оны бізде Жәнібек Мұсаев дыбыстады. Қарсы алыңыздар ұшатын піл Дамбо! Кейіпкерімнің Майкл Баффер екенін көрген кезде мен қатты қуандым. Бір бұрыннан күтіп жүрген рөлім сияқты қылып қабылдадым. Және ойлаймын, солай қолымнан келгенше жеткіздім деп ойлаймын. Енді көрермен ар жағын айта жатар. Басты рөлдерде кішкентай балаларымыз да бар. Милли және Джо деген. Милли өте сабырлы, байыпты, барлығын өз жөнімен істей білетін қыз. Дыбыстағанда көптеген сезімдерді бастан кешірдім. Қуанышты, мұңаюды, айқайлау деген сәттерде болды. Жылауды. Ең қиыны маған түскені ол айқайлау шығар, себебі қатты дауыспен және тіпті киноға еніп айқайлау ол менің ойымша бірінші рет болды. Баршаларыңызды Дамбо кинофильміне шақырам. Голливудтық жұлдыздар қазақша сөйлейді. Және қазақша сөйлеуді өзіңнен баста. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. Қазақ тіліндегі өзіміздің дыбыстаған дүниелерімізді көріңіздер, бағасын беріңіздер, қазақша сөйлеңіздер, қазақша сөйлеуді өздеріңізден бастаңыздар. Алға Дамбо, барыңды сал. Дамбо. 2019 жылдың наурызында.
Дисней ұсынады. Мұнда тек бір адам ғана кіре алады. Ол жан дүниесінің тазалығын сақтаған адам. Өңделмеген алмас. 2019 жылдың көктемінде